My name is Жаксылкова Шолпан from Жуалы district. I'm a student of number 1st gymnasium school. Таңдап алынған бейне баяным. Жуалы ауданының тарихи ескерткіштер мен жаңа замандағы ескерткіштер. Мақсатым – Бауыржан Момышұлы ауылының ежелгі қалаларын, қазіргі ескерткіштерді зерттеп білу. Бейне баянның өзектілігі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өзіміздің отанымыз, туған жеріміздегі тарихи мұралармен танысып, зерттеп, қайта жаңғырту болып табылады. Ал біз Бауыржан Момышұлы ауылында тұрып, бала күнімізден Бауыржан Момышұлы ауылында қандай тарихи орындар, жаңа замандағы ескерткіштердің бар екенін, және олар қандай мақсатпен соғылғандығын білмейді екенбіз. Сол себептен алдымызға Бауыржан Момышұлы ауылының тарихи орындарын, ескерткіштерін зерттеп білу деген мақсат қойдық. First of all, I was interested in the history of my hometown, Жуалы district, so I decided to focus on historical monuments and modern monuments. I went to the Акимат of Бауыржан Момышұлы village of Жуалы district, school library, district and regional libraries, visited the district and regional archives, and worked with newspapers and magazines. I looked at the historical sites of this Бауыржан Момышұлы village. We also visited House of Culture because the information about these historical places and monuments are stored in the local department of the House of Culture. One of the employees of the House of Culture, the head of department, presented a book about the monuments of the Бауыржан Момышұлы village. I wanted to see all the monuments there, meet the people involved and do some research. I wanted to see and explore the cities of Жуалы. We met with Байдалиев Давлетжан, a local historian who studied the Жуалы district and visited Шахбаг and Абдраспан Барқуа with the help of this service. Обалар мен қорымдар. Қазақстанның барлық жерлерінде кездесетін обалар мен қорымдар Жуалы ауданының аймағында да көп. Жуалы аймағында бізге белгілі 40-тан астам обалар, 17 обалы қорымдар және 20-ға жуық қорымшалар бар. Олардың көбісі әсіресе Белкөл аймағында, Жосалы, Саясу жерлерінде шоғырланған. Белкөл аймағындағы археологиялық қорымдар нысандарының да шоғырланған жері осы, Жосалы жері. Жуалы ауданы Әбдіқадыр Жүргенұлы ауылының маңында орналасқан Берікқара қоры. Берікқара өзенінің қос жағалауынан барлығы 411 оба тіркеуге алынды. Оның ішінде зерттеушілердің осы уақытқа дейін толық немесе жартылай қазба жұмыстарын жүргізіп кеткен обалары да бар. Олардың 360-ы Берікқара өзенінің оң жағалауынан, қалған 51-і сол жағалауынан табылды. Қорымның орталық бөлігінде патша обалары шоғырланған. Ірі обалардағы тас үйінділердің көлемі 50-53 метр, биіктігі 6-7 метрді құрайды. В древнем районе Жуалы есть множество средневековых городов и исторических мест, которые символизируют прошлые жизни наших предков, которые жили и творили в древности, строили дворцы и города и имеют десятки даже более древние родословные. На сегодняшний день в Жуалы есть десятки городков и станций, более 100 курганов. Также было обнаружено около 15 курганов, 4 крепости, 4 башни кизетов, 3 неизвестных поселения, первые поселения людей, петроглифы на многих скалах. Городок Шахбаг. Он расположен примерно в 50 метрах к югу от села Шахбагата, Жуалынского района, чуть ниже шоссе Алматы-Ташкент. Город, существовавший в 8-10 веке, носит название Шахбаг. Городок называется Шахбаг, потому что здесь проживал святой Шахбаг. Городок расположен на восточном склоне Кулантау и состоит из 2 прямоугольных холмов с башнями по углам. Территория первого холма составляет около 55 метров в ширину и 80 метров в длину. Площадь второго холма 34 на 46 метров. Окружена грунтовой стеной, а по углам расположены башни. Бурный октябрь, яғни Барқуап қалашығында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары. Теріс ауылынан 800 метр шығыста, Баққала ауылынан 300 метр солтүстік батыста, Теріс өзенінің оң жағалауынан 230 метр жердегі биік трассада, Талас алатауының теріскей солтүстік етегінде, Атаусыз жылғаның сол жағасында орналасқан. Жергілікті маңызы бар, мемлекеттік тізімге алынған тарихи мәдени ескерткіштегі археологиялық қазба жұмыстары жергілікті тұрғын халықтың арасында Жылқытөбе деген атпен белгілі болған қалашықтың орталық бөлігін солтүстік батыс бөлігіндегі тегіс жерге 12-де 12 метр болатын қазба салынды.
Жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары барысында ескерткіштің қам-кесектен және пақса блоктарынан өрілген 2 бөлмеден тұратын құрылыс орындары ашылды. And now I'll focus on the main part of this study. There are many medieval cities in the Jουалы district, one of which is located 400 and 450 meters north of the Almaty to Tashkent highway, near the village of Zihan. The town of Adrasmantuve consists of 2 tiered square built on a hill. To the west of Adrasmantuve is a bridge with a diameter of more than 30 meters and a height of about 2 meters. According to the fond vessels construction materials, it can be concluded that inhabitants of the city lived in the 8th to the 10th centuries. Historical monument of Batırbek Datka. Batırbek Datka, the great son of Shanyet Batır, the eldest son of the famous Uzbek Batır, about 1795-1885. A tall sculptured figure depicts a solemn image of Batırbek Datka on horseback. The horse rider is depicted with a temper. The hero's right hand is outstretched and holds the whip. Исторический памятник Бауыржану Момышулу воздвигнут в 2010 году в честь командира полка, писателя, героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Памятник Бауыржану Момышулы является центром структуры мемориального комплекса на северо-востоке села. Monuments for outstanding people of Жуалы district. It is located at the entrance to the village from the northeast. The memorial complex was erected in 1929. The monument was erected along the central alley of the memorial complex on the west side of the monument Baujan Momышулы. Presidential Park. This alley was built in 2012 on the initiative and with the support of the district Akim Batırbek Kulegeyev in honor of the day of the first president. This park is located next to the monument to Baujan Momышulы on the access road to the village of Baujan Momышulы. Everything is harmonious and gives the village a special charm. At the entrance to the park there is a large arch with the inscription Жасайбек Kazakhstan. Nearby is a memorial plaque with the inscription Жұлдызыбек Жуалықтар. On one side, a monument to the victims of repression. Бойында ұлы жолдың түйе шөккен. Үлкен күре жолдың бойында, аудан орталығына кіре берісте, келешекте демалыс аймағы болады деген мақсатпен салынып жатқан атырапта бүгінде қайнаған қызу жұмыс жүріп жатыр. Ден туындап отыр. Демалыс аймағын бойлай талдарақтар егіліп, көгершіндіруде. Су бұрқақтар мен хауыздар салынуда. Гүлзарлар, әр тұстан жеріне лайық түрлі аң-құстардың мүсіндері орнатылған. Ал арал секілді жан-жағынан су қоршайтын ортадағы мына бір төбеде маңайдағы тіршілікке сән беріп, шөгіп жатқан түйе жолдан өткен әр жолаушының назарын өзіне аудармай қоймайды. Бұл да аудан басшысының идеясынан туған дүние. Ондағы мақсат қазақ ұғымындағы осынау киелі жануардың сом мүсінмен кезінде батыс пен шығысты байланыстырған ұлы жібек жолы дүркіреп тұрғанда бұл маңнан жөңкілген қисапсыз жүк керуендерінің Жуалы жеріне аялдап, тоқтап өткен сәтін бейнелеу. Оған дәлел іргедегі қазылып жатқан көне қалашықтың орны. Бұл аз десеңіз, шар тарапты кезіп, халқына жайлы мекен іздеген Асан Қайғы бабамыз жел маясымен желі жортып жүріп, Жуалы жерін өткенде шөбің шүйгің суың бал деп тамсанған екен. Осы бейнебаян арқылы бүкіл Қазақстанға Бауыржан Момышулы ауылын танытып және көрікті жерлерімен таныстыру болып табылады. Ұсыныс: Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында зерттелмеген, ашылмаған тарихи орындарды зерттеп, ашық аспан астындағы мұражайларды көбейтіп, туризмді дамытсақ, нұр үстіне нұр болары сөзсіз.